Қайырлы күн. Үшінші сабағымыз бұл жасанды интеллекттегі этика және қауіпсіздік туралы айтатын боламыз. Жалпы жасанды интеллекттің этикасы дегеніміз не? Бұл жасанды интеллект технологияларын жауапкершілікпен қолдануды қамтамасыз етуге бағытталған принциптер жиынтығы. Ол жасанды интеллекттің адамдармен қалай әрекеттесу керектігін, зиян келтіруден қалай сақтану керектігін және адамдарды жасанды интеллектті дұрыс пайдаланбаудан қорғау үшін қандай шектеулерді қолдану керектігін қарастырады. Ең біріншісі жауапкершілік. Жасанды интеллект жүйелерді деректер негізінде жұмыс істейді. Егер бастапқы деректерде қате немесе белгілі бір топтарға қатысты кемсітушілік болса, жасанды интеллекті соны қайталай алады. Сондықтан жүйелердің әділдігін қамтамасыз ету үшін деректердің сапасы мен теңдігін бақылау қажет. Бейтараптық. Жасанды интеллект кейде қате немесе шектеулі деректер негізінде оқытылған алгоритмдер арқылы мәліметтерді бейтараптықты байқамай күшейтуі мүмкін. Мұғалімдер жасанды интеллект қолданғанда кемсітушілікті болдырмау үшін өте сақ болу керек. Мысалы, алгоритм мәдени немесе әлеуметтік айырмашылықты ескермейтін деректер негізінде оқытылған болуы мүмкін. Бұл жасанды интеллект жасаған бағалар мен ұсыныстардың кейбір оқушылар үшін дәл болмауына әкелуі мүмкін. Мысал, алгоритм мәдени немесе әлеуметтік айырмашылықты ескермейтін деректер негізінде оқытылуы мүмкін. Бұл жасанды интеллект жасаған бағалар мен ұсыныстардың кейбір оқушылар үшін дәл болмауына әкелуі мүмкін. Бағалаудағы бейтараптық бұл жасанды интеллект жүйелерінің оқушыларды бағалау немесе бағалау нәтижелерін шығаруда әділетсіз немесе шешімдер қабылдау. Бұл бейтараптық әдетте деректердің қателіктері мен немесе кемшіліктері, сондай-ақ алгоритмдер нақты топтарды артық көрсетуі немесе кемсітуі себепті пайда болады. Мысалы, егер жасанды интеллект жүйесі оқушылардың бағаларын тек мектептің орташа деңгейі бойынша есептейтін болса, төмен әлеуметтік экономикалық жағдайы бар оқушылардың, әсіресе ауылды жерде тұратын балалардың нәтижелері төмендеу болуы мүмкін. Мұндай жүйелер олардың әділетсіз бағалауға әкеліп соғуы мүмкін. Тағы да мысал, егер алгоритм тек қала мектептерінің деректерінде оқытылса, ауылдық жерлердегі оқушылардың ерекшеліктерін ескермей, олардың білім деңгейін әділетсіз бағалау мүмкін. Жасанды интеллект ұсыныстары қала оқушыларына сәйкес келсе де, ауыл оқушылары үшін тиімсіз болуы ықтимал. Алгоритм мүмкіндігі шектеулі оқушылардың қажеттілігін қамтымаған деректерде оқытылса, ол олардың жетістіктерін дұрыс бағаламай, әділетсіз төмен нәтижелер көрсетуі мүмкін. Мәтінді оқу жылдамдығына негізделген бағалау жүйесі оқу қиындықтары бар оқушыларға әділетсіз болуы мүмкін. Келесі, деректердің құпиялығы мен қауіпсіздігі. Жасанды интеллект үлкен көлемдегі жеке деректерді өңдейді. Осы деректердің құпиялығы мен қауіпсіздігін сақтау өте маңызды. Жеке өмірге қол сұғылмаушылық және деректерді рұқсатсыз пайдалану мәселелер этикалық тұрғыдан ерекше назар аударуды талап етеді. Мұғалімдер оқушылардың деректерінің қорғалуын қамтамасыз ету керек және жасанды интеллект құпия ақпаратты жинау немесе беру үшін рұқсатсыз пайдаланбау керек. Бұл әсіресе мектеп деректеріне қатысты маңызды. Өйткені онда оқушылардың жеке мәліметтері сақталады. Мысал, жасанды интеллектті оқу жетістіктерін талдау үшін қолдану оқушылардың құпиялығын бұзылуына әкелмеуі тиіс. Деректер қорғалған серверлерде сақталу керек, ал оларға қолжетімділік қатаң шектелуі тиіс. Ашықтық. Жасанды интеллектті пайдаланатын мұғалімдер қолданатын жүйелердің қалай және қандай негізде жұмыс істейтінін түсіну керек. Бұл әсіресе маңызды, яғни өйткені оқушылар мен олардың ата-аналары деректер негізінде шешімдердің қалай қабылданатынын біліп, процеске сенім арта алу қажет. Мысалы, егер жасанды интеллект оқушылардың білімін бағалау үшін қолданылса, мұғалім бұл жүйенің бұл нәтижеге қалай келгенін және қалай баға әділ екенін түсіндіріп бере алу керек. Яғни жасанды интеллектте промпт жазасыз, ол промптта қандай промпт жазғаныңыз, қалай бағалау әдісін көрсетесіз, оқушыларға түсіндіресіз, содан кейін ғана бағалау әдісіне келе аласыздар. Келесі, шешім қабылдаудың ашықтығы. Жасанды интеллект жүйелері қандай негізде шешім қабылдайтынын түсіндіру қиын болуы мүмкін. Мысалы, нейрондық жүйелердің қара жәшік принципі. Сондықтан жасанды интеллект шешімдерін ашық және түсінікті ету этика тұрғысынан қажет. Жалпы қара жәшік принципі дегеніміз не? Бұл нейрондық жүйелер өте күрделі математикалық модельдер болып табылады. Олар үлкен көлемдегі деректерді өңдеп,
олардың арасында заңдылықтарды табу арқылы белгі бір нәтижелер береді. Алайда олардың ішкі жұмысы адамға түсініксіз болуы мүмкін. Себебі олар шешім қабылдау үдерісінде көптеген қабаттарда деректерді өзгертеді және әрбір аралық қадамдарын түсіндіру қиын. Оқыту процесін автоматтандыру және гуманизациялау. Жасанды интеллект көптеген оқу аспектілерін автоматтандыру мүмкін, бірақ технология адамның өзара әрекеттесуін алмастырмайтынын есте ұстау маңызды. Білім беру бұл тек білім беру емес, сонымен қатар тәрбиелеу, эмоциялық қолдау көрсету және әлеуметтік қарым-қатынас қалыптастыру. Қалай болдырмауға болады? Жалпы жасанды интеллектті көмекші ретінде ғана пайдаланыңыз, бірақ оны алмастырғыш ретінде қолданбаңыз. Мысалы, жасанды интеллект тесттерді рутиналық тапсырмаға көмек көрсетсін, бірақ мұғалімнің кері байланысы басты рөл болуы керек. Алаяқтық және плагиат. Жасанды интеллект оқушылар тарапынан алдау үшін пайдаланылуы мүмкін. Мысалы, чат-боттар арқылы эсселер немесе дайын тесттердің жауаптарын жазып әкеледі. Оны біз қалай болдырмауымызға болады? Мұғалімдер жасанды интеллект мүмкіндіктері туралы хабардар болу керек және оқушылардың жұмыстарында түп нұсқасын тексеру тиіс. Плагиатты және автоматты жауаптарды анықтауға көмектесетін құралдар өте көп. Соның бірі Turnitin сияқты жүйелерді қолдану тиімді болады. Плагиатқа қарсы жүйелер мен бағдарламаларды енгізу, сонымен қатар академиялық адалдықты сақтау үшін мұғалімдердің бақылауы қажет. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары. Мәліметтерді бірінші шифрлау. Шифрлау бұл интернет арқылы берілетін деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қолданылатын әдіс. Ол деректерді оқылмайтын күйге келтіреді, тек дұрыс кілтке ие тұлға немесе жүйе оларды қайта оқи алады. Негізгі әдістері HTTPS протоколы веб-сайтта және жүйелердің қауіпсіз байланысын қамтамасыз етеді. Деректерді шифрлап, сырттан қол сұғудан қорғайды. VPN құрылғы мен сервер арасында деректерді шифрлап, қосылымды қауіпсіз етеді. Мысал, оқу жүйелерінде кіруде HTTPS немесе VPN пайдалануды деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Кибершабуыл. Жасанды интеллектті қолдану артқан сайын кибершабуыл қаупі көбейеді. Білім беру платформалар хакерлердің нысанына айналуы мүмкін. Олардың басты мақсаты оқушы мен мұғалімдердің жеке деректерін пайдалану, қол жеткізу. Алдын алу жолы. Қорғалған деректермен жұмыс істейтін арнайы платформаларды пайдаланыңыз. Барлық жүйеде жүйелі түрде жаңарту, яғни обновление жүріп тұру керек. Дербес деректер және оларды қорғау туралы заң. Жеке тұлғалардың деректерін қорғауды реттейтін негізгі заң болып табылады. Бұл заң азаматтардың жеке деректерін жинау, өңдеу, сақтау және пайдалану тәртібін анықтайды. Сонымен қатар осы деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қажетті шаралар қабылдауды міндеттейді. Мысалы, деректер жинамас бұрын оқушылардың және олардың ата-аналарының пайдалануға келісімін алу керек. Бұл келісімде деректердің қандай мақсатта жиналатыны, олар қалай сақталатыны және үшінші тұлғаларға берілмейтін туралы ақпарат берілуі тиіс. Халықаралық қауіпсіздік стандарттары. Мектеп халықаралық платформалармен жұмыс істейтін болса, халықаралық стандартты ескеру маңызды. GDPR сияқты деректер қауіпсіздігі, яғни деректердің қорғаудың жалпы ережесі. Мысалы, халықаралық қызметтерді пайдалану кезінде, деректерді сақтау кезінде, оны сақтау шаралары деректердің қорғау ережелеріне сәйкес келуі қажет. Сонымен осы модульде біз негізгі этикалық және қауіпсіздік мәселелерді талқылап, оқу процесін жасанды интеллектті қолдану, оны жауапкершілікпен пайдалану, білім саласында оқушылардың деректерін өңдеу және оларды қорғау, ықтималдық тәуекелдерді қамтыдық.